Сәлем балалар! Бүгін біз пішіндермен танысамыз. Дайынсыңдар ма? Бұл қандай пішін табайық? Дұрыс, бұл дөңгелек. Балалар, қараңдаршы. Бұлардың бәрі дөңгелекке ұқсайды. Ал сендер тағы қандай заттарды білесіңдер? Бұл қандай пішін? Дұрыс, бұл үшбұрыш. Мына заттар үшбұрышқа ұқсайды. Оларды аташы. Бұл қандай пішін? Дұрыс, бұл шаршы. Балалар, қараңдаршы. Бұлардың бәрі шаршыға ұқсайды. Ал сендер тағы қандай заттарды білесіңдер? Балалар, бұл қандай пішін? Дұрыс, бұл төртбұрыш. Мынау кітап, есік те, тақта мен теледидар да төртбұрышқа ұқсайды. Бұл қандай пішін? Дұрыс, бұл қадақ сопақша. Сопақшаға қандай заттар ұқсайды? Дұрыс, бұлар сопақшаға ұқсайды. Балалар, бұл қандай пішін? Дұрыс, бұл ромб. Бұлар қандай пішінге ұқсайды? Дұрыс, бұл ромбқа ұқсайды. Бұл қандай пішін? Дұрыс, бұл жұлдызша. Кәне, табайықшы. Бұл қандай пішінге ұқсайды? Бұл жұлдызшаға ұқсайды. Балалар, қайсысы шеңбер? Дұрыс, бұл шеңбер. Балалар, қайсысы төртбұрыш? Дұрыс, бұл төртбұрыш. Балалар, қайсысы үшбұрыш? Дұрыс, бұл үшбұрыш. Балалар, қайсысы сопақша? Дұрыс, бұл сопақша. Балалар, қайсысы ромб? Дұрыс, бұл ромб. Балалар, қайсысы жұлдызша? Дұрыс, бұл жұлдызша. Балалар, қайсысы жүрек? Жарайсыңдар, дұрыс таптыңдар, бұл жүрек. Балалар, қайсысы тік төртбұрыш? Дұрыс, бұл тік төртбұрыш. Балалар, ойынды бірге ойнағандарыңа рахмет. Арнаға жазылуды ұмытпаңдар.